Ассалаумағалейкум, қайырлы күн баршаңызға. Бүгін күнделікті ішіп жүретін кеспе көженің рецебімен бөлісетін боламын. Ең әуелі қамырын дайындап аламыз. Ол үшін бізге бір жұмыртқа керек болады, және де үй температурасындағы суымызды құямыз, және де бір шай қасық тұзымызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Одан кейін үстіне өлшеп алған ұнымызды саламыз. Барлық құрамдардың астындағы жазба бөліміне қалдырдым, сол жерден көре аласыздар. Қамырымызды илеу барысында қамырымызды қаттық илейтін боламыз. Тура еттің қамыры сияқты қамырымызды қаттық илеп шығамыз. Қамырымыз қаттық иленсе жақсы жайылатын болады, және де кескен кезінде ыңғайлы болады. Кептіріп алып кесетін боламыз. Мінекей қамырымызды илеп болдық. Енді тындыруға қойып қоятын боламыз. Енді етімізді, пиязымызды және де сәбізімізді турап алатын боламыз. Одан кейін қазанымызға майымызды құйып, сұйық майымызды. Одан кейін етімізді салып, қуырып алатын боламыз. Етіміз біраз қызара бергенде үстінен пиязымызды салатын боламыз. Осында етке арналған дәмдендіргіш қоссаңыздар болады, дәміне қарай. Одан кейін қара бұрыш қоссаңыздар болады. Енді жақсылап араластырып, оның үстінен пиязымызды салып, тағы да араластыратын боламыз. Енді үстінен сәбізімізді саламыз. Одан кейін тағы да араластырамыз. Тағы біраз қуырып жібереміз. Одан кейін суымызды құятын боламыз. Қайнаған су құйсаңыздар да болады, тез қайнау үшін. Дәміне қарай тұзын саламыз. Одан кейін томатный пастаны мен ең соңында қостым. Енді жақсылап араластырамыз. Бетін жауып, астыңғы отын қалыпты мөлшерге теңшеп, қайнағанын күтетін боламыз. Енді бағанағы тынып тұрған қамырымызды алып, бастапқыда осылай қолымызбен басып жібереміз. Бастапқыда осылай қамырымызды қолымызбен басып, осылай он сеуіп, бастапқыда қамырымызды басып алсақ, қамырымыз жақсы жайылатын болады. Қамырымызды жаю барысында ұнымызды сеуіп, одан кейін осылай екі шетінен басып, өте қатты екі шетінен баспаймыз. Жай қалыпты басып отырып, қамырымызды сағат тілі бойынша айналдырып, жайып шығатын боламыз. Қамырымызды жайып болғаннан кейін ең соңында ұнымызды сеуіп, қамырымызды оқтауға орайтын боламыз. Оқтауға орап кесетін боламыз. Сонда қамырымыз жақсы кесілетін болады. Басқадай да кессеңіздер де болады. Мен осылай оқтауға орап кестім. Тез кесіледі. Мінекей осылай орап аламыз. Одан кейін осылай ортасынан кесіп шығатын боламыз. Және де тағы да ортасынан кесетін боламыз. Енді тақтайымыздың үстіне ұнымызды сеуіп, қамырымызды қойып, осылай бір бүктейтін боламыз ортасынан. Дәл видеода бойынша қамырымызды осылай бүктеп, мінекей осылай қамырымызды жіңішкертіп, барлығын осылай кесіп шығамыз. Каналға тіркелмеген болсаңыздар, каналға тіркеліп қойыңыздар. Каналдың дамуы үшін каналға тіркеліп, жанында қоңыраушаны басып қойсаңыздар, әрбір салған видеоны көріп отыратын боласыздар. Және де видео рецепті ұнап жатса, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Қамырларымыздың барлығын кесіп болғаннан кейін бір 10-15 минут кептіруге қойып қоятын боламыз. Сонда қамырымыз жабыспайтын болады бір-біріне. Осылай араларын ашып, келесі қамырымызды да дәл осылай ортасынан бүктеп, одан кейін кесіп шығамыз. Кеспе көже бұл құнарлы, өте тойымды тағамдардың бірі. Суық күндер жасап ішсеңіздер, өте дәмді болады. Әрі тойымды болады. Мінекей барлық кеспемізді кесіп болдық. Енді араларын ашып, кептіруге қойып қоятын боламыз. Бір 10-15 минут кептірсек жеткілікті. Суымыз қайнағаннан кейін турап алған картопымызды салатын боламыз. Картопымызды 10-15 минут картопымыз әбден піскеннен кейін барып, кеспемізді салатын боламыз. Картопымыз салғаннан кейін бетін жауып, картопымызды пісіріп аламыз. Картопымыз піскеннен кейін енді кеспемізді салатын боламыз. Кеспеміздің барлығын салып болғаннан кейін жақсылап араластыратын боламыз. Одан кейін бетін жауып, енді 1-2 бұрқылдатып қайнатып аламыз. Отымыз қатты болғандықтан кеспеміз тез піседі. 1-2 минутта пісіп кетеді. Мінекей кеспеміз дайын болды. Осы рецептпен сіздер де жасап көріңіздер. Кеспеміз өте дәмді әрі тойымды болды.
Назарларыңызға көп-көп рахмет.